Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен мажан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Шыға салысымен тағы да сіздерге лайк жөнінде естеріңізге сала кеткім келеді. Лайкты басып жіберсеңіздер, маған көптен көп көмек болар еді, әрі сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз 10 кісіге тарқайды. Одан қалды менің арнама тіркеліп, осы бейнежазбаларды толығынан тарқата отырсаңыздар, тағы да көмек үстіне көмек болады, әрі біздің мынау көп қандастарымыз көреді, ортамыз толады. Сол ал кеттік ендеше. Бүгінгі тақырыбым мынау мектеп төңірегінде. Естеріңізде болса, осы Астанада, шатаспасам, бір қазақ мектебі болып жоспарланып ашыламыз деген мектепте, сол кезде жаңағы Қазбек Иса бар, біртілай жаңағы белсенділер де бар. Сөйтіп жүрген кезде өзіміздің мынау қаракөз қандастарымыз 4-5 ма, 3-4 шу шығарған. Естеріңізде болса, олар жаңағы әскерилердің әйелдері бізге жаңағы біз балдарымызды орыс тілді қып бергіміз келеді. Бізге орыс тілді сынып ашып беріңдер сол жерден деп. Қаншама сөзге қалды, қаншама даудамай болды, Міне содан сабақ алатын басқа да қандастарымыз бар екен, сабақ алмаған. Енді мынау Алматыдағы Наурызбай ауданында жаңағы тағы да сол қазақша мектеп болып жоспарланған, 207-ші мектеп 3-ші тоқсаннан бастап ашылатын болып, ал сол енді тағы да дау шығып жатыр, аралас болмақшы. Міне халықтың талабы қандай? Аралас мектептер болмасын, мынау диаспоралар жұмыс істесін өзінің халқымен. Егер мына осы егеменді Қазақстанда өмір сүреміз, әр қарай өмірімізді осылай қазақтармен қазақ жерінде жалғастырамыз, тату-тәтті өмір сүреміз десе, балдарын қазақ тілді мектептерге беру керек. Ал егер жоқ, біз қайтсек те жаңағы орыс тілді оқымыз келек десе, жердің қай түбінде бар, сол Қазақстанның қай сойқа барыңдар да жеткізіп оқытыңдар. Қазақ мемлекеті оған міндетті болмау керек. Дұрыс емес па? Өзіңнің қазағыңның жағдайын жасай алмай отырып, міне өзгеге төселіп жатсындар, мынау үкіметтегілер. Одан қалды мынау 2023 тағы да мынау орыс тілі жылы қылмақшы. Міне бұл басынғанның енді түбі жоқ, Осыны шулатып жаңағы шырылдап жүрген мынау белсенді балдарыңыз, желіні көрсеңіздер, осы 207-ші мектеп Наурызбай ауданындағы, міне қайтсем де сол жерде төсек салып жатсам да, мен соны аштырмаймын, қазақ мектебі қыламын дейді. Міне осы ұлдарыңызға жаңағы қолдау көрсетіңіздер. Бәрі мынау желіде айтайық, біз де халық болып қарсымыз осындай аралас мектептерге. Диаспоралар өздерінің ортасында жұмысты істесін, қазаққа жақындаймын десе, қазақ жеріне сіңемін десе, әр қарай өмірін, балдардың өмірін осы қазақ жерімен жалғастырғылары келіп отырса, ойлансын жақсылап. Мына Путиннің күні санаулы, диктатор Тоқаевтың да күні санаулы, соны ойларына алсын, ойлансын. Ал мына шырылдап жүрген баламыздың бейне жазбасын осы менің видеомның астында қалтырамын, сілтемесін. Жаңағы менің сөзім, мен сізге толығымен жеткізе алмаған болсам, сол баланы да көріп шығыңыздар. Қолдайық осындай шырылдап жүрген белсенді ұлдарымызды, бауырларымызды. Мүлгімейік, қалғымайық, намысты қолдан бермейік, бірігейік, бірігілігімізді арта түсейік. Қазір жақсы бірігіп жатырмыз, көріп жатырсыздар өздеріңізде, байқап жүрсіздер. Сол бірігейік, бірігіп, бір ауыздан ОДКБ-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейді еш жағынан да қолдамайтынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына түбегейлі қарсымыз. Біріккен ұлттар ұйымында Тоқаев Путинді қолдап кеткенін қазақ елі қолдамайды. Қазақ елі Украин халқын қолдайды. Осыны бәр жерде насихаттайық, бәр жерде жариялайық. Өз аттарыңыздан қорқсаңыздар, жалған аккаунт ашыңыздар, сол жерде жазыңыздар, бәр жерде жариялаңыздар. Үн-түнсіз қалып отырмайық, ат салсайық, бәріміз бірігейік. Сөйтіп бірігіп, X күнін жақындатып,
бейбіт те демократия өмірімізге бет бұрайық. Алға қазақ елі.